Сіздер тамашалайтын бұл көрініс Ыбырай Алтынсариннің әке мен бала әңгімесінің желісі негізінде бүгінгі күнге бейімделіп қойылған сахналық нұсқа. Әңгімедегі тәрбиелік ой сақталып, оқиға 21 ғасыр өмірімен байланыстырылды. Назарларыңызға ұсынамыз. Әкесі мен баласы көшеде келе жатады. Жол шетінде жатқан қоқысқа шолынып құлап қалады. Әке бөтелкені нұсқайды. Баласы, мен тазалықшымын ба деп, қоқысты көтермей қойды. Бала ештеңе болмағандай телефонына үңіледі. Қасына оның достары келеді. Сәлем достар. Сәлем достым. Сәлем достым. Қалай? Сәлем. Жақсы, сендер ше? Жақсы. Достар, қараңдаршы, мен кеше новый тренд түсірдім. Көрсетші. Міне. О, қанша лайк? 100 000 лайк жинадым. Қанша комментарий? 200 000 лайк. Комментарий жинадым. Менде идея бар, енді жаңа тренд түсірейікші. Я, қандай түсіреміз? Муса шашай, көп лайк жинайды. Я, дәл солай істейік. Ал, кеттік. Әзіл үшін жерге қоқыс шашады. Сол сәтте әке алыстан қарап тұрады. Ойын деп біреудің еңбегін жоққа шығаруға болмайды. Біреу таңнан кешке дейін тазалап жүреді. Сендер 1 минутта шашасыңдар. Балалар ойланады. Телефон төмен түсіреді. Жерге қарайды. Өзі шашқан қоқысқа қарайды. Баяу еңкейеді. Қоқысты барлығы жинай бастайды. Әке жақындап келеді. Мұнан былай естеріңде болсын. Аз жұмысты қиынсыңсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен де құр қаласың. Ұят еңкеу емес, ұят жауапсыздық. Кішкентай қоқыс үлкен сабақ болды.